Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі тақырыбымыз киберқауіпсіздік негіздері. Дәріс мақсаттары. Теориялық мақсат киберқауіпсіздік ұғымы мен оның маңызын түсіндіру. Киберқауіптер мен олардың түрлерін, сондай-ақ қауіптерден қорғау шараларын таныстыру. Практикалық мақсат кибершабуылдар мен олардан қорғаудың негізгі тәсілдерін зерттеу. Қолданбалы мақсат киберқауіпсіздік саясатын құру және ақпаратты қорғау стратегияларын үйрету. Киберқауіпсіздікке кіріспе. Киберқауіпсіздік немесе ақпараттық қауіпсіздік бұл ақпараттық жүйелер мен деректерді заңсыз қол жеткізуден, өзгерту, жою немесе ұрлаудан қорғау шараларының жиынтығы. Киберқауіпсіздік жеке тұлғалардан, компаниялардан және мемлекеттерден бастап барлық деңгейдегі құрылымдар үшін маңызды. Өйткені қазіргі цифрлық әлемде ақпараттық жүйелер мен деректер күнделікті өміріміздің маңызды бөлігіне айналған. Киберқауіпсіздік бізді, біздің деректерімізді және ұйымдардың немесе мемлекеттің инфрақұрылымдарын әртүрлі кибершабуылдардан қорғауға арналған. Киберқауіптердің негізгі екі түрі бар, ол вирус және шабуылдар. Вирус бұл компьютерлік жүйеде тарайтын, өздігінен көбею және басқа файлдармен жұғатын зиянды бағдарлама. Оған мысал ретінде трояндық бағдарламаны айтсақ болады. Трояндық бағдарлама бұл бағдарлама сырттай пайдалы бағдарлама ретінде көрінеді, бірақ компьютерге енгізілгеннен кейін зиянды әрекеттерді жүзеге асырады. Мысалы, компьютердегі құпия деректерді ұрлайды. Шабуылдар. Distribute Denial of Service шабуылы. Бұл шабуыл кезінде компьютерлердің үлкен желісі веб-сайтты немесе онлайн қызметті уақытша қол жетімсіз етіп жасау үшін көп сұраныстар жібереді. Екінші шабуыл фишинг. Бұл әдіс қолданушының жеке деректерін алу үшін жасалған электрондық хаттар немесе веб-сайттар арқылы амал жасап оларды алдау. Рансомдық бағдарлама. Бұл зиянды бағдарлама компьютердің файлдарын шифрлап, оны ашу үшін ақша талап етеді. Қауіпсіздік стратегиялары. Ашық желілерден қорғау. Ашық Wi-Fi желілерін пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын қолдану, мысалы VPN пайдалану. Күшті құпия сөздері. Әртүрлі желілер мен қызметтер үшін күшті және бірегей құпия сөздерді қолдану қажет. Мазмұнды шифрлау. Ақпаратты шифрлау және қауіпсіздікті сақтау үшін криптографикалық әдістерді қолдануға болады. Қауіпсіздік саясаты. Қауіпсіздік саясатын қалыптастыру және қызметкерлерді киберқауіпсіздік бойынша оқыту қажет. Кибершабуылдардан қорғау және олардың алдын алу бірнеше қадамдардан тұрады. Ең бірінші жүйелік жаңартулар мен патчтарды орнату, деректердің сақтық көшірмесін жасау, қауіпсіз жұмыс орнын қалыптастыру. Операциялық жүйелер мен бағдарлама қамтамасыздандыруды үнемі жаңартып отыру шабуылдардың алдын алуға көмектеседі. Жүйенің немесе деректердің зақымдалуы немесе жоғалу жағдайында сақтық көшірмесін жасау сіздерге көмек беруі мүмкін. Құпия ақпаратты қорғау үшін қауіпсіз жұмыс орнын ұйымдастыру. Мысалы, экранда көрсетілген ақпараттарды құпияландыру. Киберқауіпсіздік саласындағы халықаралық стандарттар ISO немесе IES 27001. Ақпараттық қауіпсіздік менеджмент жүйесінің халықаралық стандарты. General Data Protection Regulation. Еуропа одақтағы деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған заң. National Institute of Standard and Technology. ақш-та ақпараттық қауіпсіздікті басқаруға арналған стандарттар мен ұсыныстар. Қорытындыласақ, киберқауіпсіздік бұл тек бір адамның немесе ұйымның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы емес. Бұл әлемнің барлық деңгейлеріндегі құрылымдардың жалпы міндеті. Өйткені қазіргі ақпараттық қоғамда деректер мен жүйелердің қауіпсіздігі барлық тарап үшін маңызды. Киберқауіптер мен шабуылдарға қарсы тұру үшін тұрақты түрде жаңа әдістер мен құралдарды қолдану керек. Бүгінгі дәрісті бекіту үшін сұрақтарға жауап берсеңіздер болады.